Ferrari автокөлігінің шабандозы Себастьян Феттель жақын күндері өз жалауын желбірететін Испания Гран-приінде топ жаруды көздеп отыр. Оның айтуынша бұл бәйге олардың қай орынға лайық екендігін көрсететін бірден бір себеп болмақ. 4 дүркін әлем чемпионы бұл маусымды соңына дейін күресіп бақты. 4 бәйгенің екеуін аяғына дейін жеткізбесе де чемпионатта бірнеше ұпаймен алда келе жатқандардың қатарында. Ferrari қысқы маусымаралық үзіліс уақытында Барселонада тест сынақтарын сүрінбей өтіп, жаңа маусымға дайын екендіктерін көрсетті. Сол себепті жексенбідегі жарыста үлкен жетістікке жетуді көздеп отыр. Барселона трассасы көліктің қаншалық әсерлі екендігін нақты бағамдауға өте ыңғайлы. Тест сынақтары өтетін жерде жиі жұмыс істейміз. Сондықтан бірнеше жылда құрылымында біліп алдық. Ережеге сай бұл кезеңде қуаттың қаншалықты шыдайтындығында белгілі болмақ. Сол себепті барлық нәрсені оңтайлы істеген шарт. Өйткені бұрылыстар мен ерекшеліктер шабандоз бен командаға жақсы таныс. Үлкен нәтижелерге қол жеткізу үшін кішігірім нәрсеге де ұқыпты қараған жөн. Барселонада резина мәселесі үлкен рөл атқарады. Үлкен салмақ түскендіктен аз ғана қашықтыққа шыдайды. Сондықтан ең маңыздысы стратегия. Ол жерде жылдам және бәсеңдеу бұрылыстар бар. Тез арада бағытты да өзгерту қажет. Көлік пен резина жарыс барысында әсерлі жұмыс істеу керек.